جنود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله. Алла тағала еркектер мен әйелдерді әртүрлі етіп жаратқан. Еркектердің ең үлкен әлсіздігі ол әйелдер. Еркектер бай немесе кедей болуы мүмкін. Дені сау не онша емес. Арық, толық, ұзын, қысқа. Қандай дәстүрі мен тілі болсын маңызды емес. Барлығының әлсіз жері әйелдер. Ұлы әрі мақтаулы Алла әйелдерді солай жаратты. Олар көбінесе еркектердің әлсіздігін ұмытып кетеді. Және бұл ұмытудың қаншалықты жаман екенін түсінбейді. Көздерін төмен түсіру аятын естігенде әйелдер былай дейді: "О, мен бұны орындай аламын." Көзді түсірудің несі қиын? Неге еркектер оп-оңай көздерін түсіре салмайды? Еркектер жауабы: "Сендер түсінбейсіңдер." Біз нені түсінбейміз? Сендегі көз бізде де бар, көз торымыз бірдей. Не проблема? Көрдіңіз бе? Олар Алланың бізге берген көңіл қалауын түсінбейді. Бұл көңіл қалауы біз үшін бірінші тұрады. Көңіл қалау номер 1. Әйелдер ерлердің көзінде керемет етіп жаратылған. Біздер әйелдерге қызығу сезімі бар. Өз үмметінің еркектері үшін пайғамбар алейхиссалам уайымдаған бірінші фитнасы ол әйелдер. Егер әйелдер осыны түсінсе, осылай сұрақ қояр ма еді? Сен неге осы әлсізсің? Не себепті жан-жаққа көзің жүгіре береді? Осылай наразылық көрсеткенше, дұрысы Алланың жаратылысын мойындау. Әйелдің рөлі күйеуіне қолдау көрсетіп, оны күшті ету. Олай істеу үшін лекция оқымай, оны азғырудан өзі қорғау керек. Білесіз бе, әйелдерге көңіл аударатын тағы бір зат бар. Сіздің күйеуіңіз бір офиста жұмыс істейді. Оған метро арқылы барады. Ол жерде жаман киініп алған қыздар бар. Олар әр адамға көзбен атып күліп отырады. Түсінген шығарсыз, бұл олардың өзіне деген көз қарасына байланысты. Олар өздерінің ақылы мен ойы үшін бағаланбайды. Олар еркектер біздің кейбір жерімізді көрсе бағалайды деп ойлайды. Содан кейін еркектер де оларға қарап отырады. Олар болса адамдар маған назар аударуда, менің бағам өсіп жатыр деп ойлайды. Бұл өте өкінішті әрі қайғылы. Сосын сіз офиске келесіз, қабылдау бөліміндегі әйел сізге күлімсірейді. Қалыңыз қалай? Түсте не ішесіз? Сіз оразасыз ба? Қандай керемет! Түсіндіңіз бе? Ол сізге күлімдейді. Үйге бара жатқанда алдыңыздан шыққан әйелдер күлімдейді. Сосын сіз үйге кіресіз, есікті ашасыз. Бірден сұрақ: "Сен қайда жүрсің?" "Пойыз тұрып қалды." "Күнде тұрып қалады ма?" Күнде осы бұртиған түр. Бірінші күні жақсы, келесі күні жарайды. Ал осындай 10 жылдан кейін не болады? 20 ше? Күйеудің көңілінде бірден реніш пайда болады. Ол үндемесе де, оның ішінде наразылық өсуде. Пайғамбарымыз бізге үйреткен өте оңай шешім бар. Күйеуі үйге келгенде әйелінің күліп қарсы алуы. Бұның қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Бұл бос нәрсе емес. Үйге келгенде әйеліне бәрібір болса, күйеуі жараланады. Бұл жан тыныштығын бұзады. Еркек үндемеуі мүмкін, бірақ бұл оған ауыртпашылық түсіреді. Және бұл тұрмыстық қатынасыңызға кері әсер береді. Олар ренжулі, олар кешкі аста көңілсіз отырады. Қайтадан тұзы аз. Тіпті олар балаларға тиісіп кетеді. Ал енді дәл осы сценарий, бірақ кішкене өзгеріспен. Жары күйеуіне есікті күлімсіреп ашады. Қарапайым күлкі, қиын емес қой. Енді кешіңіз жанға жеңіл өтеді. Күйеуіңіздің көңілі жақсы, сізбен әңгімелесіп отыр. Күйеуіңіз басым ауырып тұр деп әңгіме айтпайды. Осылай да болады. Бұның барлығы қайдан басталды? Қарапайым әйеліңіздің әрекеті. Бұл өте қарапайым, бірақ пайдалы шешім. Осы шешімді алмасаңыз, проблемалар көбейе береді. Міне, осыншама ажырасу қайдан келеді? Себебі күйеуі әйелін көргісі келмейді. Еркектер де әйелдер де мынаны түсіну керек. Олар бір-біріне қамқор болу қажет. Осының барлығын аспаннан күтіп отырғанша, өз алдыңызға мақсат қойып, жолдасыңызға қамқор болыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Құрметті көрермендер, каналымызға тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.